Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге капучино немесе крем аль кофе деп айтылатын осындай әдемі көріністің иесі туралы, яғни кофе туралы, оның пайдасы мен зияны туралы айтамын. Жалпы сіз кофенің қай қасиеті үшін жақсы көріп тұтынасыз? Комментарийға пікіріңізді бөлісіп кетіңіздер. 3 ас қасық шекер, 3 ас қасық су және 2 ас қасық кофе. Бұл менің мөлшерім бойынша. Барлығын өзіңіз жасап жатқан мөлшерге байланысты өлшеп алсаңыздар болады. Барлығын бірге ыдысымызға құйып миксерлейміз. Кофе құрамындағы эфир майының жоғарылығына байланысты кофе бізде көп ішіп, крем секілді консистенцияға ене алады. Кофе құрамындағы кофеиннің арқасында метаболизмді 3-4 есеге дейін жылдамдатып, көңіл күйді көтеріп, адамға сергектік сезімін сыйлайды. Ғалымдардың айтуы бойынша, кофе есте сақтау қабілетін арттырып, қатерлі ісіктің және өте таз пайда болуының алдын алады екен. Кофені көп тұтыну сергектік сезімін бергенімен ұйқысыздыққа шалдықтырады. Егер қандай да бір дәрі-дәрмек тұтынып жүрген болсаңыз, кофе оның ағзаға әсерін тым күшейтіп, немесе әлсіретіп тастайды екен. Кофені көп тұтынатын әйелдерде ана болу мүмкіндігі азайып, түсік тастау қаупі жоғары болады екен. Және көбіміз білетіндей қан қысымын көтереді. Сондықтан қан қысымы жоғары кісілерге ішуге кеңес бермес едім. Егер сізде асқазанда, қуықта немесе қан қысымына байланысты аурулар болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз жөн. Мен өзім кофені ұнатамын, өйткені ол қан қысымын көтеруге көмектеседі және өзімді сергек сезінуге, көңіл күйімді көтеріліп тұруына көмектеседі. Кофенің осындай крем консистенциясына ену үшін бізге 3-4 минут жеткілікті. 3-4 минуттың ішінде осындай өзінің формасын ұстап тұратын крем консистенциясына енеді. Кофені осылай әдемі крем консистенциясына енгізіп алдық. Ары қарай қайнаған сумен немесе сүтпен тұтыну ол сіздің талғамыңызда. Кез келген нәрсеге эксперимент жасап көруден қорықпаңыздар. Егер сізге кофенің қышқылтым дәмі ұнамаса, кофені азырақ салуға және шекерді өзіңіз қалаған мөлшерде салуға болады. Қалай алсаңыз да, кофенің консистенциясы осылай болып шығады. Ұнататын болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Көңіл күйлеріңіз көтеріп, сергектік сезімін аласыз, ал көңіл күйдің көтеріңкі болуы кез келген аурудың алдын алады. Дендеріңіз сау болсын. Бұйырса алдағы видеоларымды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.